Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін біз сіздермен қияр мен қызанақты қатар бірге тұстайтын боламыз. Видеодан алыстамай соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қияр мен қызанақты жақсылап тазалап жуып салқын суға аз дегенде 2 сағатқа батырып қоямыз. Содан соң қиярдың осындай екі жақ шетін алып тастаймыз. Ал қызанақты жарылып кетпес үшін ортасынан шанышқымен немесе кез келген үшкірзатпен бір ғана тесік жасап шықсаңыздар болады. Кейіннен банкімізді стерильдеп алғаннан соң укропымызды және де лавр жапырағын, сондай-ақ қиярларды барлығын қатар-қатар салып шығамыз. Қиярдан соң қызанақтарымызды саламыз. Қызанақты салған уақытта қатты нығыздап жібермеңіздер, себебі бір-біріне қызанақ езіліп кетуі мүмкін, және қаттысын таңдағандарыңыз дұрыс. Сондай-ақ сарымсағымызды да жуып тазалап саламыз. Екінші банкіге дәл осылай салып аламыз. Сіздер осылай қатарына бірнеше банкіні жаба берсеңіздер болады. Мен үйдегі бақшада өсіп тұрған балғын қияр мен қызанақтан қанша бар, осылай аз-аздан жаптым. Достар, менің каналымда түрлі тәттілердің, тағамдардың, салаттардың рецептілері бар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей, барлығын салып болғаннан кейін ең соңынан осылай горошек бұрышымызды салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Ыстық суды дәл үстіне дейін толтырып құйыңыздар, және бетін жауып, шамамен кем дегенде 15-20 минутқа осылай қоямыз. Осы уақыт аралығында біздің қияр мен қызанағымыз стерильденіп тазарады, және бұл суды қайтадан қайнатып алатындар болады. Мен қайнатпаймын, төгіп тастаймын да үстінен тұз және қантты салып, қайтадан жаңадан ыстық су құямын. Және ыстық суды құйып жатқанда осы уақытта толтырмаймын. Толуға сәл қалған кезде бірден уксусын салып, ары қарай тағы да үстіне қосымша су құямын. Ыстық қайнап тұрған жаңағы суымызды. Содан соң банкінің бойын суытпай бірден жауып тастауға тырысыңыздар. Мінекей, менің жапқышым осындай, өзіме ыңғайлы. Және ең соңынан осылай жауып болған соң міндетті түрде жабылғанын тексеріп, және тұз бен қант араластырғанша бірнеше рет осылай шайқайсыздар. Және де банкінің жабылғанына толық көзіңіз жеткеннен кейін банкыларды төңкеріп, бетін жылы бүркенішпен жауып бір түнге қоясыздар. Осымен біздің банкіміз дайын. Назарларыңызға рахмет.